Ассаламу алейкум, құрметті достар. Раббымыздың қалауымен және оған тәуекел ете отыра, тәуәккәлту алаллах, кішкене бір ісімізді бастамақшымыз. Бұл іс арабша кітаптардан шамамыз келгенше оқып түсінгенімізді сіздермен бөлісіп отыру. Сондықтан бізге сәттілік тілеп каналымызға жазылып отырыңыздар. Бисмилlah деп ісімізді бастаймыз. Та'лимул мутааллим тариқут та'лим. Яғни білім алу әдісі. Бұл кітап әрбір білім ізденушінің жанында болуы керек кітап. Әл-Муаллиф, яғни бұл кітаптың жазушысы Бурханул Ислам әл-Зарнуджи. Кітапты Аллаға мадақ, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям салауат айта отырып, заманымызда көптеген талапкерлер білімді табады, бірақ оның пайдасы мен жемісіне жете алмайды. Оның себебі олар білім алу жолынан шатасты, негізгі шарттарды орындамады, сөйтіп негізгі мақсаттарына жете алмады дейді. Енді осы мүшкіл халді біліп, білім алу әдістерін кітаптан және ұстаздардан көргенімді сіздерге жеткізуді қаладым деп жазған. Бұл кітапты 13 бөлімге бөлген. Соның алғашқысын осы видеода қарастырып кетеміз. Бірінші бөлімнің тақырыбы ғылымның мәні, фиқ ілімі және білімнің құндылығы. Енді сабағымызға кірсеміз, құндылығы қозғалып кетеді. Ең алғашқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис арқылы бастаған. Білім іздену барлық мұсылман ер мен әйелге парыз. Әрбір мұсылманға исламның барлық саласын іздену парыз емес, бірақ өзінің құлшылығын толық орындайтын білімі болуы керек. Мысалы, әрбір мұсылманға намаз оқу парыз. Демек, намазды орындайтындай білімді үйрену парыз. Сол сияқты ораза, зекет, тіпті саудада жүрсе, саудаға қатысты ілімді ізденуі парыз. Сол жасайтын істерінде қараңғы түсіп қалмау үшін ілім үйреніп сақтануы міндет болып табылады. Ілім ізденушіге сонымен қатар жүректің жағдайын, халін үйренуі, Аллаға тәуекел ету, тәубе ету, тағдырға разы болу секілді ілімдерді де меңгеру керек екен. Енді білімнің маңыздылығы, біздің жануарлардан артық жеріміз осы білімде. Мысалы, оларда батылдық, күштілік, аяушылық бола алады, тек білім жоқ. Аллах тағала білімді Адам алейхиссаламға үйрету арқылы періштелерді адамға сәжде еткізді. Осыдан біз білімнің үлкен дәрежеде екендігін білеміз. Білім бізді тақуалыққа жеткізеді, ал тақуалық арқылы Алланың рахым мейіріне қол жеткіземіз. Білім арқылы біз өзіміз мінезіміздегі жаман қылықтарды біліп арыла аламыз. Мысалы, тәкаппарлық, ысырапшылдық тағы сол сияқтылар. Білім арқылы біз жамандыққа, қиындыққа қарсы және жетістікке жету үшін дұға етуді, және кім дұға етсе, ол жауапсыз қалмайтындығын шүбәсіз сеніп амал етеміз. Енді ілімнің деңгейі немесе түрлеріне тоқтасақ, бірінші, білім тамақ сияқты. Күнделікті тұтынып отыруымыз керек. Ол әрбір адамға керек. Олсыз біз өзімізді ұстап, өмірде жүре алмаймыз. Екінші, білім дәрі сияқты. Белгілі бір уақыттарда тек ауру адамға ауырып қалса, не аурудың алдын алу үшін білуі жеткілікті. Үшінші, білім, оны іздеудің сізге келіп кетер пайда жоқ. Бұл білімне ашықтауымыз қажет. Мысалы, бізге тұрған медицина ғылымы. Білуіміз керек, оны білу денсаулықты сақтаудың жолы, керекті ілімдердің бірі ретінде үйренуге болады. Енді астрономия ғылымында аспанға қарап, намаздың уақытын білу, қыбланың табу, адасқанда жол табу деңгейінде білсе жеткілікті. Фиқ ілімі, шариғат ілімін терең меңгеру ғылымы. Фиқ ілімі нәпсіні тану, оған не пайда және не зиян келтіретіндігін тану ғылымы. Адам баласы өзін танудан бас тартпауы керек. Осы өмірде және ақыретте оған не пайда береді, немесе зиян келтіреді. Ол пайда әкелетіннің бәрін алып, және зиян келтіретін бәрінен алшақтауы, сақтануы қажет. Ақылы мен білімі оған керісінше жазалауды күшейту үшін құжат болып қалмауы үшін. Алла бізді одан сақтасын. Ілімнің қадірі немесе мәні Құран аятта және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінен көптеп келтіруге болады. Солардың бірі Фатыр сүресі 28 аят. Шын мәнінде Алладан құлдарының арасынан тек ғұламалар ғана қорқады, именеді деп келген.
Осымен кітаптың бірінші бөлімі аяқталды. Демек, біздің де осы бір кішкене ісіміз Алланың қалауымен сол жолға, сол деңгейге жету мақсатында. Халық арасында тарап кеткен көп сөз бар. Ғалым мен надан арасы 1000 кітап. Біз осы жолды шамамыз келгенше қысқартуға тырысамыз. Бізге жазылып, жаңа видеолар күтіңіздер. Осы кітапты оқимын деп тапсырыс берсеңіздер болады. Ол үшін бізге жекеге шығыңыздар. Барлығымызға жаратуымыз жар болсын. Келесі видеолардан бастап каналымызға жаңадан жазылған кісілердің никнеймдерін шығарып отырамыз. Сондықтан жазылыңыздар. Ассаламу алейкум.